Құрметті көрермендер, сәлеметсіздер ме? Біз не бүгін үйректің етінен тағам әзірлеуге жатырмыз. Етімізді жуып алдық. Терісін осылай кесеміз пышақпен. Етіне тигізбей, терісін кескенде сочность сақталып, етке сіңеді, майы. Міне енді етімізді осылай кесіп алдық. Жаңа көрсеткендей, өздеріңізге керегенше тұз бұрыш саласыздар. Бұл жерде бізде 1 килограмм үйрек. Сосын бізге керек заттар үйректің еті дедік, иә. Сосын соевый соус керек бізге, чесночная приправа, тұз бұрыш. Қазір біз үйректің етін қуырамыз табаға. Бізге май көп керек емес, өйткені үйректің майы өзінде қалың майы бар. Сондықтан табаға салған кезде жағын бірінші саламыз, чтобы қуырылып майы шығу үшін. Соевый соус қосамыз. Мөлшермен қоса береміз осылай. Чесночная приправамыздан сап қосамыз. Міне біз табаға май құйып, қуырып жатырмыз. Терісі жағымен салыңыздар табаға. Осылай қуырып аламыз, отты азайтып. Үйрегімізді қуырып жатқан кезде духовкамызды 200 градусқа қосып қоямыз. Міне 200 градус 30 минутқа қоямыз. Негізі 20 минут керек бізге. Біз осылай қуырып жатыр. Май кішкене ғана құйдық. Өзінің майы шығып тұр. Қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Міне қып-қызыл болып қуырылды. 10 минут біз қуырып алдық үйрегімізді. Енді духовкаға апарып қоямыз қызып тұрған. Мынау үйректі біз міне осылай қып-қызыл болып, әдемі корочка болу үшін осылай қуырып алдық. Енді духовкаға қоямыз. 5-10 минут қуырсақ жеткілікті. Енді духовкаға апарып қоямыз. Утканы 20 минут духовкаға қойып алдым. Енді қазір біз бұған бұл піскенше картошка дайындадық. Қазір осыны турап бірге салып духовкаға қоямыз. Картошканы осылай турап алдым. Енді осылай бетіне қойып духовкаға тағы 20 минутқа қоямыз. Картошкамыз піскенше, енді әркімнің духовкасы әртүрлі. Сондықтан өздеріңіз піскенше көресіздер. Картошка піскенде дайын болады. Мен жаңа айтып кетпедім. Картошкаға кішкене тұз сеуіп араластырып аласыздар. Бұған да кішкене чесночный приправадан сеуіп, немесе қандай басқа приправаңыз бар. Сосын жаңа үйрегіміздің 20 минут тұрған кезде осыны несі шықты. Майымен араласқан. Соны осылай картошкаға құямыз. Картошкамыз пак болып қалмас үшін духовкаға қоямыз енді 20 минутқа. Міне жаңа үйрегімізді картошканы салып, осылай духовкаға қоямыз. 200 градуста тұрыне. Тағы 20 минут қоямыз. Міне біздің үйрегіміз пісті. Алып осылай турап аламыз қазір. Ана картошкасын гарнир етіп, ет өте жұмсақ болыпты. Осылай турап алып, әдемілеп, осылай тарелкамызға салып, әдемілеп. Уткамызды осылай турап алдық. Өзінің суына пісті. Міне соевый соус бар. Үйректің етінің үстіне осылай құямыз. Құрметті көрермендер, міне біздің тамағымыз дайын болды. Осындай тағам әзірлеп көріңіздер сіздерде. Өте дәмді болды. Үйректің еті жақсы пісті, жұмсақ болды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.